Тарифті қалай дербес ауыстыруға болатынын бізден жиі сұрайды. Мұқият қараңыз, өйткені оның қалай оңай әрі тез жасалатынын қазір көрсетеміз. Тариф жоспарын ауыстырудың 4 жолы бар. Менің Билайным қосымшасынан бастайық. Тарифтер кіріктірмесін ашамыз. Өзімізге керек ұсынысты таңдап, шарттарымен мұқият танысамыз да қосамыз. Тарифті Билайн ресми сайтында да ауыстыруға болады. Тарифтер мен қызметтер кіріктірмесін табамыз. Ондағы тарифтердің шарттарын толық оқимыз, қолайлысын таңдап, өзекті телефон нөмірімізді жазамыз. Содан соң тарифтің қосылатынын SMS арқылы растап, операцияның сәтті орындалғаны туралы хабарламаны күтеміз. Тарифті ауыстырудың тағы бір амал шарты USSD пәрменмен ауыстыру. Мұнда ең бастысы қосу пәрменін шатастырып алмау. Өйткені әр тарифтің өз пәрмені бар. Сізге тарифті таңдап, оның USSD пәрменін білу және қосу, содан соң операцияны растау керек. Ең соңғы амал шарт әмбебап жұлдызша 100 тор мәзірі. Оны өз нөміріңізде теруге болады. Өзіңізге керек тарифті цифрлармен таңдап, оның толтырымымен танысыңыз да керегіңізді қосыңыз. Қарапайым қағидаларды ұмытпаңыз. Растау туралы хабарламаны күтіңіз. Абоненттік төлемді уақытында төлеңіз. Абоненттік төлем алынғанша ешқандай операция жасамаңыз. Және тариф ауысқан соң мобильді интернетті бірнеше минутқа өшіріңіз. Тарифтер қатарынан біздің жаңа ұсыныстарды қарап жүріңіз.